Сәлем достар, баршаңызға. Сіздермен бірге Нұршат. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында дәмі өте керемет болып шығатын палау дайындайтын боламыз. Үйде бар кез келген етті қолдансаңыз болады. Менде жылқы еті және қазы. Сәбізіміз бен пиязымызды тураймыз. Қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, қыздырып аламыз. Майымызға қантымызды салып, әрдайым араластырып отырамыз, қантымыз қызарғанша. Енді етімізді салып, екі беті қып-қызыл болып қызарғанша қатты отта қуыратын боламыз. Пиязымыз бен сәбізімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Осылай жақсы қуырылу үшін әрдайым араластырып отыратын боламыз. Дәміне қарай тұзыңызды және де дәмдеуіштеріңізді қоссаңыз болады. Менде куркума және де тұз қосатын боламын. Барлығын жақсылап араластырып, 10-15 минут аралығында қуыратын боламыз. Қайнаған ыстық суымызды құямыз. Суымыз етіміздің бетін жауып тұру керек. Қазанымыздың бетін жауып, жай отта 1 сағат қайнататын боламыз. Күрішімізді дайындайтын боламыз. Менде лазер күріші. Сіз өзіңіз қалаған күрішіңізді қолдансаңыз да болады. Күрішімізді салқын суда 4-5 рет тазалап жуып аламыз. Күрішімізді салатын боламыз. Қатты отқа қойып, суы тартылғанша күтеміз, араластырмаймыз. Дәл видеодағыдай араларын кесіп шығамыз. Бетін пакетпен жабамыз. Қазанымыздың бетін жауып, ең жай отта 25-30 минутқа қалдырамыз. Міне біздің ең дәмді болып шығатын палауымыз дайын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.